Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Толкап курсының кезекті видео сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз present continuous жағын қарастыратын боламыз. Жалпы present continuous ол қазақ тілінде осы шақтың үзіліссіз түрі деп аударылады. Және де бұл шақты қолдану арқылы біз осы уақытта болып жатқан немесе сол уақытқа қатысты іс-әрекеттерді сипаттауға көмектеседі. Жалпы бүгінгі сабақта біз present continuous жағының құрылымын және де оның қолдану ережелерімен танысатын боламыз. Жақсы, бастайық. Present continuous дегеніміз не? Present continuous ол ағылшын тілінде қазіргі сәтте болып жатқан немесе сол уақытқа қатысты іс-әрекеттерді сипаттайды. Оған мысал келтіре кететін болсақ, I'm speaking English now. Мен қазір ағылшынша сөйлеп жатырмын. Дәл қазіргі моментті болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттап тұр. She is reading a book. Ол кітап оқып отыр. Жалпы өздеріңіз білетіндей сөйлемнің болымды, болымсыз және де сұраулы сөйлемдердің түрлері бар бізде. Ал ағылшын тілінде болымды сөйлемдерді, яғни оң сөйлемдерді affirmative sentence деп атаймыз. Оң сөйлемдердің құрылымы ағылшын тілінде өте қарапайым болып келеді. Мысалы, бірінші орында бастауыш тұрады және де оған көмекші етістіктер, яғни am, is, are және де оған бізде етістіктің ing формасын жалғасақ, present continuous жағының құрылымы шығатын болады. Мысал келтіре кетейік, I'm studying. Мен оқып жатырмын. She is working. Ол жұмыс істеп жүр. They are playing football. Олар футбол ойнап жүр. Бұл жерде бастауышқа қарай көмекші етістіктер өзгереді. Мысалы, I-ға өзгермейтін ереже am. Және де he, she, it-ға ол туралы болса айтылып отырған сөйлеміміз, оған is жалғауын жалғаймыз және де көпше түрдегі есімдіктерге they, you дегендерге оған a көмекші етістігін жалғайтын боламыз. Енді present continuous жағының қолдану жағдайларына тоқталатын болсақ, бірінші ол бізде present continuous қазіргі болып жатқан оқиғаны сипаттау үшін қолданамыз. Мысалы, she is cooking dinner now. Ол қазір кешкі ас дайындап жатыр. Екінші, уақытша болып жатқан іс-әрекеттер. I am studying English these days. Осы күндері ағылшын тілін оқып жатырмын. Үшінші, жақын болашақтағы жоспарлар. Мысалы, we are meeting our friends tomorrow. Біз ертең достарымызбен кездесеміз. Және де төртінші, уақытша жағдайлар. Мысалы, he is studying at friend's house this week. Ол осы аптада досының үйінде тұрып жатыр деген сияқты. Бұл шақ бізге уақытша немесе жақын болашақтағы әрекеттерді сипаттауға көмектеседі. Келесі ол бізде negative sentences, яғни теріс сөйлемдер, болымсыз сөйлемдер. Теріс сөйлемдерді құрау үшін бізге көмекші етістіктерге жай ғана not сөзін жалғасақ жеткілікті болып табылады. Мысалы, бастауышқа am, is, are плюс not плюс етістіктің ing шағы, ing формасын қосамыз. Мысалы, I am not watching TV. Мен теледидар қарап жатқан жоқпын. He is not playing football. Ол футбол ойнап жатқан жоқ. They are not studying. Олар оқып жатқан жоқ. Сол сияқты. Бұл жерде қарапайым өте көмекші етістіктерге not жалғауын жалғасақ сөйлемнің болымсыз түрі шығады. Келесі ол бізде questions, яғни present continuous жағында сұрақ қою ережелері. Сұраулы сөйлемдерде көмекші етістіктердің бастауыштың алдында қоямыз. Мысалы, am, is, are плюс бастауыш плюс етістіктің ing формасы. Мысалы, келтіре кетейік, are you reading a book? Сен кітап оқып жатырсың ба? Is she working now? Ол қазір жұмыс істеп жатыр ма? Are they playing football? Олар футбол ойнап жатыр ма деген сияқты. Келесі бізде frequency adverbs, яғни жиілік сөйлер. Біз қандай шақта қолдансақ та, сол шаққа байланысты өзінің арнайы сөздер болады. Ал бізде present continuous'ты сипаттау үшін бізде кейде қайталанатын іс-әрекеттерді түсіндіру мақсатында біз always, constantly және де no деген сөздерді қолданамыз. Оған мысалдар келтіре кететін болсақ, she is talking on the phone. Ол әрдайым телефонмен сөйлесіп отырады. They are constantly arguing. Олар үнемі ұрсып отырады. I am studying now. Яғни мен қазір оқып отырмын деген сияқты мағынаны білдіреді. Келесі біз практикалық тапсырмаға көшсек, сіздерге аздап тәжірибе жұмысын ұсынамын. Бұл жерде бізге сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерді present continuous жағына қойып орындайтын боламыз.
ендеше орындауды бастаңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, оның дұрыс жауабын бірге талқылайық, иә. Бірінші сөйлем he is watching TV. He, яғни сөйлем ол туралы болғандықтан бізде көмекші етістік is. Және де оған watch infinitive түрінде тұр ғой. Оған біз ing жалғауын жалғасақ continuous болады. He is watching TV. We, бұл жерде we деген біз, оған сәйкес біз оған is немесе am'ді қолдана алмаймыз. Бұл жерде are, яғни көмекші етістігі are, көпше тілдегі есімдіктерге. Және де оған study ing жалғайтын болсақ, we are studying English. Біз ағылшын тілін оқып жатырмыз. Келесі they are playing football болады. Неге they деген жаңа айтып өткеніміздей тағы да бұл көпше тілдегі есімдік, оған a жалғауын жалғаймыз, және де етістікке ing формасын қосып they are playing football деп present continuous шағын осылай жасасақ болады екен. Олай болса, сабағымызды ақырындап қорытындылайық. Жалпы бүгінгі сабақта біз present continuous шағының құрылымы және де оның қолдану ережелерімен таныстық. Present continuous шағы ол қазіргі болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін және де уақытша немесе болашақта болатын жоспарларымызды айту үшін қолданамыз. Келесі кезекте сіздерге тапсырма. Жалпы present continuous шағын қолдана отырып, өзіңдеріңізден мысалдар келтіріңіздер. Мысалы, мен қазір не істеп жатырмын, болашақта не істеймін деген сұрақтарға осы present continuous шағын қолдана отырып жауап беріңіздер. Олай болса, келесі кездескенше сау, бай-бай.